Сәлем құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздерге ерекше және терең ой салатын «Субстанция» фильміне қысқа шолу ұсынамыз. Фильм жұмбақ жасыл сұйықтықты жұмыртқаның сарысына енгізілуімен басталады. Бұл процесс нәтижесінде сарысы екі бөлікке бөлініп, оның айнадай көшірмесі жасалады. Содан кейін оқиға Голливудтағы даңқ аллеясына ауысады. Мұнда көрермендер уақыттың өтуін Элизабеттің өмірі арқылы байқайды. Жанкүйерлердің махаббатынан бастап назардың жоғалуына дейін. Айлар мен жылдар өтіп, даңқ аллеясы ескіре бастайды. Кейін Элизабет аэробика бойынша жарық етіңіз атты телешоуын жүргізеді. Бірақ 50 жасқа толған күні ол күтпеген жағдайға тап болады. Әйелдер дәретханасы жабық тұрғандықтан ол ерлер дәретханасында кіріп кетеді. Ол сыртта біреудің келе жатқанын байқап тығылып отырып, ол желі президенті Харвидің телефон арқылы Элизабетті 50 жастан асқандықтан жас жұлдызбен алмастыру жоспарын талқылағанын естиді. Бұл жағдай оның өміріне үлкен өзгерістер әкеледі. Кейінірек Элизабет желі президенті Харвимен түскі ас ішеді. Ас кезінде Харви оған 50 жасқа толғанын еске салып, жас жұлдызды табу керектігін айтады. Сөйлесу барысында Харви кездейсоқ танысын байқап, онымен бірге асығыс кетіп қалады. Үйге қайтып келе жатқан Элизабет көшеде өзінің билбордын басқа жарнамамен ауыстырып жатқанын көреді. Бұл жағдай оны қатты мазалайды, және ойға берілген ол жолда апатқа ұшырайды. Дәрігердің кабинетінде медбике Элизабетті тексеріп, оның мінсіз үміткер екенін айтады. Кейін медбике оған киімдерін беріп жатқанда, Элизабет оның қолындағы қалды байқап қалады. Ауруханадан шыққан ол медбике Элизабеттің қалтасына қағазға оралған флешка салған екен. Қағазда «Бұл менің өмірімді мінсіз өзгертті» деген жазу бар. Сол уақытта Элизабет Фред есімді жігітпен кездеседі. Ол Элизабеттің мектептегі сыныптасы болатын. Және оны әлі де әлемдегі ең әдемі әйел деп санайтынын айтады. Оның шамадан тыс табандылығы Элизабеттің ыңғайсыздануына себеп болса да, Фред оған өз нөмірін қалдырып кетеді. Үйіне келген Элизабет флеш дискінің мазмұнын қарайды. Онда зат деп аталатын ерекше өнімнің жарнамасы көрсетіледі. Дыбысты хабарламада субстанция қолданушыға жас және кәрі денені әр 7 күн сайын ауыстырып, өзінің жас әрі жақсы нұсқасы ретінде өмір сүруге мүмкіндік беретінін түсіндіреді. Алғашында Элизабет бұл идеяны қабылдамай, флеш дискіні қоқысқа лақтырады. Алайда жалғыздық пен жас кезіндегі даңқты күндерін аңсаған ол өз шешімін өзгертеді. Қоқыстан флеш дискіні алып, ондағы нөмірге қоңырау шалып, өнімге тапсырыс беретінін және мекенжайын айтады. Оған тек мекенжайды жазып алу керектігі ескертіледі. Таңертең Элизабет оянып, әдеттегідей жуынып шайынады. Ас үстеліне отырып, газеттегі мақала оның назарын аударады. Онда келесі Элизабет Спаркл кім болады? Және 18 бен 30 жас аралығындағы жастар ғана қатыса алатыны хабарланған. Мұны оқыған Элизабет газетті умаждап лақтырып жібереді. Содан кейін ол келесі келген хаттарды қарап отырып, ішінде зат деген жазуы бар конвертті көреді. Конверт ашқанда 305 деген нөмірі бар визитканы көреді. Элизабет 305 нөмірі бар визитканы алып, күдікті құпия мекенжайға барады. Ғимараттың ішіне кіріп, ол 305 нөмірлі жәшікті тауып, оны ашады. Ішінен бір қорапты алады да үйіне келеді. Элизабет қорапты ашып, ішінде жасыл сұйықтық дәріні, тағы бірнеше сұйықтықтар мен құралдарды көреді. Айнаға қарап ұзақ ойланғаннан кейін ол жасыл сұйықтықты өзіне енгізеді. Көп ұзамай Элизабет өзін жайсыз сезініп басы айнала бастайды. Ол еденге құлап түседі. Осы сәтте оның көз қарашықтары екіге бөлініп, денесінің ішінде біреу жыбырлап жатқанын байқайды. Кенеттен арқасында үлкен саңылау ашылады. Элизабеттің арқасындағы саңылаудан жас әрі әдемі қыз шығады. Қыздың басы айналып айнаға қарайды, және жаңа келбетіне таң қалады. Біраз уақыттан кейін ол Элизабеттің арқасындағы саңылауды тігіп болғасын, оның төсегіне барып демалады. Қыз таңертең тұрып жуынып шайынады. Алайда айнаға қараған сәтте мұрны қанай бастайды. Қыз дереу шприц пен құралдарды алып, Элизабеттің денесінен сары суды алады, және денесін тепе-теңдікте ұстау үшін оны өзіне енгізеді. Қыз үйде гимнастика жасап отыр, ол қоқыста жатқан газетті байқап қалады. Онда келесі Элизабет Спаркл кім болады деген кастинг туралы хабарламаны көреді. Жас қыз кастингке қатысып, өзін сүйеу деп таныстырады.
Ол өзінің талантымен Харвиді таңқалдырып, Элизабеттің бұрынғы желісіндегі орынды тез арада иеленеді. Сью жаңа адамдардың назарын өзіне аударып, алғашқы аптасын энергияға толы және табысты өткізеді. Алайда, Элизабеттің денесіне қайта оралған кезде, оның өмірі бұрынғыдай көңілсіз әрі ерекшелігінен айырылғандай көрінеді. Сью әр 7 күн сайын тұрақтандырушы сұйықтықты өзіне және Элизабетке енгізіп, қан алмастыру процедурасын өткізеді. Сью кенеттен есінен танып құлап қалады. Осы сәтте Элизабет есін жиып, өзін қайта саналы сезінеді. Ол жерде ес-түссіз жатқан жас қызды көреді. Келесі күні Элизабет өзінің жұмыс орнына барады. Бірақ қабырғада ілінген оның өнер туындысы жоқ екенін көреді. Сол кезде Харви оның алдынан шығып, неге ұзақ уақыт бойы жоқ болғанын сұрайды. Соңында оның жеке заттарын қолына ұстатып кетіп қалады. Сью жаңа фитнес шоуын толықтай бастаған кезде, Харви оның ерекше кестесіне бейімделуге келіседі. Сью Элизабет есінен танып қалғанда, оның денесін жасыру үшін ванна бөлмесінен жасырын жеке бөлме ашады. Бұл жағдай көршілердің мазасын қашырады. Сью есікті ашқанда әдемі жас қызды көргенде, көршісі Сьюмен танысуға тырысады. Кейін Элизабетті ваннадағы жасырын бөлмеге жасырады. Кешкілік Сью көңілді түнге шығып, үйге Трой есімді жігітті ертіп келеді. Уақыт өте келе Сьюдің мұрнынан қан кетіп, өзін жайсыз сезінеді. Сью жігітке кішкене уақыт күте тұруын айтады. Ол жасырын бөлмеге кіріп, Элизабеттің денесінен көп мөлшерде сары суды алып өзіне енгізеді. Себебі Троймен бірге ұзақ түнді өткізу үшін. Элизабет таңертең оянғанда, оның бір саусағы қартайып кеткенін байқайды. Сью оның денесінен тым көп сары су алғаны белгілі болды. Ол мұндай өзгерістердің тұрақсыз екенін және тепе-теңдікті сақтау керектігін түсіну үшін белгісіз нөміріне қоңырау шалуға шешім қабылдайды. Сонымен қатар оған екеуі бір адам ретінде қабылдау қажеттігін ескертеді. Өйткені Сью әлі де Элизабет екен. Біршама уақыт өткен соң, Элизабет белгісіз мекенжайға барып, дәрілер жинағын алады. Содан кейін ол асханаға кіріп, сол жерде бір қарт адамды көреді. Қарттың қолындағы қалды байқаған Элизабет таңырқайды. Қарт адамның түрі оған емханадағы жас медбике жігітті еске салады. Қария оған шындықты айтады. Бұл жас тұлға адамның денесінен өмірлік сары сұйықты біртіндеп сорып алатынын айтады. Қарт адамда жасыл сұйықтықты қолданғаны және оның қауіпті салдарын көргені белгілі болады. Элизабет осының бәрін естіп қатты шошынып, ештеңе айтпастан асханадан асығыс шығып кетеді. Бір уақытта ол сөмкелерін ақтарып, Фредтің қағазға жазып берген нөмірін көреді. Элизабет Фредке звондап, онымен кешкі асқа шығуға келіседі. Фред оның ұсынысын қуана қабылдайды және екеуі кездесу орнын белгілейді. Элизабет киініп дайындалып жатқанда, терезеден Сью шоуының жарнамалық билбордын байқайды. Бұл оны алаңдатып көңіл күйін бұзады. Ол айнаға қарап макияжын қайта-қайта кетіріп жағып, өзіне көңілі толмай, Фредке ескертпестен кездесуден бас тартады. Сью студияға келіп, өз шоуын түсіре бастайды. Түсірілім кезінде ол біртүрлі сезімге бөленеді, себебі жамбасынан бір нәрсе шығып жатқандай болады. Бұл жағдай оның жұмысын нашарлатты. Оператор Сьюдің денесінен шығып тұрған нәрсені байқап қалады. Олар түсірілген таспаны қайта қарап жатқанда, Сью өзін ыңғайсыз сезініп бөлмеден шығып кетеді. Ол жуынатын бөлмеге кіріп, ішіндегі ауырлықтан құтылмақ болады. Ішінде біртүрлі кесек тұр. Ол кіндігі арқылы тұтас тауықтың аяғын алып шығады. Шошып оянса, ол оның қорқынышты түс екен. Сью орнынан тұрып қонақ бөлмеге келгенде, Элизабеттің шамадан тыс тамақтанғаны белгілі болады. Мұндай оғаш жағдайдан кейін Сью құпия нөмірге хабарласып, Элизабет есімді адамның шамадан тыс тамақтану әдеттері туралы шағымданады. Бұл жағдай оның өмірден ләззат ала алмауына себеп болып жүргенін түсіндіреді. Кейін Сью студияға қайта оралып, өзінің шоуының тоқтатылғанын байқайды. Бұл көріністі уайымдаған Сью, Харви продюсер жеке кабинетіне оны шақырғанын бір әріптесі жеткізеді. Сью уайымдап Харвимен кездесіп, таңғаларлық жаңалық естиді. Сьюдің шоуы танымал болғандықтан, оны жаңа жылдық шоуды жүргізуге дайындалуын айтады. Қуанышпен үйге оралған Сью Элизабеттің денесінен сары сұйықтықты алып, оны өзіне енгізуді әдетке айналдырады. Уақыт өте бұл процесс жиілей береді. Элизабет болса, есін жиып, өз денесінде бір нәрсе дұрыс емес екенін сезінеді.
Ол өз-өзін әлсіз, қартайған аяқтары әрең қозғалатын күйде табады. Не болғанын түсіну үшін белгісіз нөмірге қоңырау шалып, тез қартаюының себебін сұрайды. Белгісіз адам оған қалыпты жағдайына қайта келе алмайтынын, бірақ бұл процесті кез келген уақытта тоқтатуға болатынын айтады. Алайда Элизабет процесті тоқтатқысы келмейтінін айтып, жеке шекараларын сақтауды жеткізеді. Жауап ретінде белгісіз адам бір-біріңді құрметтеңдер деп әңгімені аяқтайды. Сол уақытта Элизабет Харвиден сыйға алған француз аспаздық кітабын қолына алып, тамақ дайындай бастайды. Бірақ Сьюдің жаңа ток-шоуын келемеждеп қарап, оған деген жек көрушілігі біртіндеп күшейеді. Есін жинаған Сью болса, үйдің іші азық-түлік қалдықтармен шашылған тағамдарға толы екенін байқап, ашуланады. Элизабеттің шамадан тыс тамақтану әдеттерінен шаршаған Сью оған кек қайтаруға бел буады. Ол 3 ай бойы Элизабеттің денесінен сары сұйықтықты алып, Элизабеттің арқасы жараға айналғанша бұл әрекетті жалғастырады. Ашуға булыққан Сью оның денесінен шамадан тыс мөлшерде сары сұйықтықты шприцпен сорып алып, ыдыстарды толтырып жиналған сұйықтықтарды сақтай бастайды. Бірнеше ай өткен соң Сью атақты жұлдызға айналады. Ол жігіттің үйіне қонаққа шақырып, оған қазір келетінін айтып, ваннадағы жасырын бөлмеге кіріп кетеді. 3 айға жететін сары суы таусылған болатын. Енді ол Элизабеттің денесінен тағы да сары сұйықтық алуға тырысады. Бірақ бұл жолы сұйықтық некротикалық, яғни өлі тіндерден түзілген болып шығады. Сол сәтте Сьюдің басы айналып, мұрнынан қан кетеді. Абдырап қалған Сью құпия нөмірге қоңырау шалады. Телефонның ар жағындағы адам оған денедегі сары сұйықтықты шамадан тыс пайдалану мерзімі аяқталғанын, ал Элизабеттің денесіндегі тұрақтандырғыш сұйықтықты қалпына келтіру үшін онымен ауысу керектігін айтады. Сью бұған қарсы болып ауысқысы келмейтінін жеткізеді, бірақ жағдайы одан әрі нашарлап, еденге құлап түседі. Ақыры амалсыздан Сью Элизабеттің денесіне қарай жорғалап барады. Ваннадағы шкафтан қажетті құралдарды алуға тырысқанымен, күші жетпей есінен танып қалады. Осы кезде ваннадағы қираған дыбысты естіген жігіт күдіктеніп, Сьюді іздеп ваннаға қарай бет алады. Бірақ дәл осы сәтте Элизабет қорқынышты құбыжыққа айналып, есікті ішінен жауып тастайды. Ол жігіттің бұл сұмдықты көрмеуін қалайды. Жігіт ванна есігін қағып Сьюді шақырып, есікті ашуды өтінеді. Ал Элизабет айнаға қарап, өзінің шамадан тыс қартайып кеткенін көреді. Қартайған және қорқынышты дауыспен ол жігітке үйден кетуін бұйырады. Шошып кеткен жігіт үйден қашып шығады. Элизабет өз өмірін бақылауға алуды шешіп, белгісіз нөмірге қоңырау шалады. Ол сары сұйықтықты пайдалануды тоқтату туралы шешім қабылдайды. Қоңырау шалған адам оған бұл әрекеттің бұрынғы салдарды жоймайтынын, бірақ қалыпты өмірге қайта оралуға мүмкіндік беретінін айтады. Таңертең Элизабет тапсырыс берген дәрілерін алады. Ол қара сұйықтықты дайындап, Сьюдің кеудесіне енгізе бастайды. Бірақ Сьюдің жетістіктерімен танымалдығын ойлап, шешімінен бас тартып, шприцтегі қара сұйықтықты жартылай салып тоқтатады. Оның орнына Сьюдің жағдайын жақсарту үшін өз қанын қолданады. Сью есін жиып оянғанда Элизабеттің әлсіреген түрін көріп шошып кетеді. Ол еденде жатқан жою деген шприцті байқап, екеуінің арасында айғай-шу туындайды. Жанжал кезінде Сью Элизабетті тепкілеп өлтіреді. Кейін ол жаңа жылдық шоуға дайындалу үшін студияға барады, бірақ оның денесі күтпеген жерден ыдырай бастайды. Тістері түсіп, тырнақтары сынып, құлағы басынан бөлініп қалады. Дүрбелеңге түсіп, үйіне оралған Сью жағдайды түзету үшін бір рет қолдануға арналған жасыл сұйықтық табады. Оны қолданғаннан кейін Сью жаңа дене жасайды деп үміттенеді. Алайда сұйықтықтан қорқынышты монстр Элиза Сью деп аталатын тіршілік иесі пайда болады. Оның бетінде Элизабеттің бейнесі бар, ал денесі аяқ-қолдар мен түрлі мүшелердің жығынан құралған. Монстр студияға баруды жоспарлайды. Элизабеттің журналдағы суретін бетіне жапсырып, Сьюдің көйлегін киюге тырысады. Сахнаға шыққанда, оның бетіндегі сурет түсіп, көрермендер оның сұмдық келбетін көреді. Көрермендер құбыжықтың бейнесін көріп шоши бастайды. Құбыжық адамдарға қорықпауды айтып, өзін Элизабет деп таныстырады. Бір ер адам монстрға микрофон тұғырымен шабуыл жасайды, бірақ оның басы қалпына келеді. Қолы жұлынып, көрермендерге қан шашылады, бұл студияны хаосқа айналдырады. Монстр студиядан қашып шығады, бірақ көп ұзамай бөлшектеніп шашылып қалады. Оның қалдықтарынан Элизабеттің түпнұсқа беті массасы шығып, даңқ аллеясындағы жұлдызына қарай қозғалады.
Ол жаңбырдай жарқыраған ұшқындарды елестетіп қуанышпен күледі. Ақырында бұл болып еріп жоғалады. Таң ертең даңқ аллеясын тазалаушы оның соңғы іздерін қалдырмай жуып тастайды. Кино шолуы ұнаса, арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.